Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздерді осында көріп отқаныма шын жүректен қуаныштымын. Өзім таныстыратын болса, менің есімім Оңдаған Нұрлыбек. Барлығыңызға саламатсыздар ма? Менің есімім Асанов Мырзаәлі. Және біз Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушыларымыз. Біз Мырзаәлі екеуміз зағип жандарға арналған көзілдірік ойлап тапқан болатынбыз. Осыдан 1 жыл бұрын. Және сол көзілдіріктің арқасында біз республикалық ғылыми жобалар конкурсына қатысып, ол жақта жеңімпаздар қатарынан танылдық. Және бүгінгі сөзімізде сол көзілдірік жайлы болмақ. Негізі Нұрлыбек екеуміз Назарбаев зияткерлік мектебіне түскен сәттен бастап өзімізді барынша көрсетуге талпындық. Себебі екеуміз де лидерміз, екеуміз де мемлекет беріп отырған барлық мүмкіндікті барынша қолдануға мүдделіміз. Оған мәселен былтыр екеуміз де мектептің президенттігіне үміткер болдық. Және сізге айтсам күлерсіздер, ең қызығы сағат 4:30-да бірге ғылыми жобамызды қорғап, дәл сол күні жартақ сағаттан кейін сағат 5-те президенттікке үміткерлер арасындағы дебатта бір-бірімізге қарсы пікір таласқан болатынбыз. Кім президент болды деп ойлайсыздар сіздердің ойыңызша? Президент кім болды деп ойлайсыздар? Айта берсеңіздер. Мырза ма? Иә. Мырза екеуміз жалпы алғаш мектепке келген кезде амбициямыз тым жоғары болатын. Қазір сіздерге айтсам күлесіздер, кейде біз Мырзаәлі екеуміз бірімізге айтады да, өте қатты күлкіміз келеді. Осыдан 3 жыл бұрын біз физика секциясында ғылыми жоба алған болатынбыз 9-шы сынып оқушы кезімізде. Жобамыздың басты мақсаты Қазақстан темір жолының вагондарын қоғамға ыңғайлы ету арқылы компанияны дағдарыстан шығару. Яғни былайша айтқан кезде үлкен компанияны басқарып отырған үлкен азаматтардың қолынан келмеген нәрсені 9-шы сынып оқитын Мырзаәлі екеуміз өзіміздің қолымызға алғымыз келді. Прототип жасаудан ешқандай тәжірибе жоқ, не білім жоқ болған соң біз тіпті прототиптер жасай алмадық. 1-2 ай қиналып, қисық спич пен сапасыз слайдтан басқа дым дайындай алмадық. Дәл осылай жеңіске жеттік. Қайта бізді ковид сақтап қалды. Карантиннің кесірінен біз онлайн қорғау керек болдық жобаларды. Офлайн болатын болса, мен білмеймін біз қандай ұятқа қалатынымызды. Бірақ осыдан кейін біз Мырзаәлі екеуміз ғылыми жобаға шындап дем қоя бастадық. Неге біз зағип жандарға арналған көзілдірікті ойлап табуды шештік деп ойласаңыздар, мен бұған дейін Каспиан стартап сайысында сол зағип жандарға арнап пернетақта жасап, сол арқылы сайыстың қола жүлдегері атанған болатын. Және сол жұмыстан кейін ары қарай сол адамдарға көмек қолын созғым келді. Оған қоса Нұрлыбекте қоғамға пайда келетін жобамен айналысқысы келді. Солай біз көп іздендік. Көру қабілетінен айырылған адамдармен біраз әңгімелесіп, сөйлесіп, оларға не керек екенін анықтадық. Сөйтіп, зағип адамдарға арналған кедергілерді анықтауға көмектесетін, яғни ультра дыбыс датчиктері арқылы кедергі анықтауға көмектесетін көзілдірікті ойлап тапқан болатынбыз. Dolphy-дің басты функционалына керетін болсақ, біз өз көзілдірігімізді Dolphy деп атап кеттік. Басты функционалына керетін болсақ, ол қолданушыға, яғни зағип адамға айналадағы кедергілер туралы дыбыстық сигнал арқылы хабарлама береді. Және біз көптеген эксперименттер жасадық, көптеген зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Сол жұмыстың нәтижесінде біздің функционал кеңейе берді, функционал көбейе берді. Оған мәселен айта кететін болсақ, басында бізде тек қана датчик болды және дыбыс шығарушы құрал болды. Ал зағип жандармен сөйлесіп, олардың арнайы сұранысы бойынша біз көзілдірікті ұялы телефонға жалғадық. Сонымен қатар өзіміз ұялы телефонға арналған арнайы қосымшаны ойлап таптық. Ол қосымшаның арқасында зағип жан қаладағы кез келген нүктеге маршрут сала алады. Яғни басқа адамның көмегінсіз өз бетімен А нүктесінен Б нүктесіне жете алады. Сонымен қатар SOS батырмасында қостық. Егерде зағип жан апаттық жағдайға ұшыраса, немесе бір жерде адасып қалса, бір батырманы басу арқылы арнайы белгіленген номерге қоңырау шалады және дәл сол номерге өзінің орналасу орны туралы ақпарат беретін хабарлама жібере алады. Дәл осы Мырза айтып кеткен функциялар тексеру үшін біз Қазақстан Республикасының зағиптар қоғамының Маңғыстаудағы филиалына барып, сол жақтағы зағиптарға өзіміздің көзілдірігімізді ұсынған болатынбыз. Жалпы кез келген жобаның мықты тұсын, әлсіз тұсын және болашақта оны қалай дамытуға болатын осындай тесттеу арқылы анық біліп алуға болады. Бізді көптеген жобаларда да, көптеген сайыстарда да,
бізді мықты қылған осындай тестілеулер деп ойлаймын. Жалпы біз қоғамдар үйіне бір емес бірнеше рет бардық, және әр барған сайын біз өзімізге жаңа идея түйіп алатынбыз. Себебі әр барған кезде бізге зағип жандар өзінің проблемаларын айтады, өзінің көзілдірікке деген ұсыныстарын береді. Сол себепті біздің қазіргі көзілдірігіміз бастапқы ойдан мүлде бөлек. Алайда қазіргі сәтте біз өз көзілдірігімізді одан әрі жақсартқымыз келеді. Болашақта оған камера қосқымыз келеді. Осы жерге нақтырақ тоқталып өтетін болсақ, қазіргі таңда көзілдірік Arduino платасының көмегімен жұмыс атқаруда. Алайда Arduino платасы өзінің бағасына сай мүмкіндіктері шектеулі. Бірақ бізді камера қосуға Raspberry Pi платасы өз көмегін тигізе алады. Камера қосқаннан кейін біздің қолданушы зағип жан тек қана кедергілерді анықтап қоймай, олардың біріншіден түрін, түсін, пішінін және нақты арақашықтығын жасанды интеллект арқылы анықтауға көмектеседі. Бірақ өкінішке орай қаржылық себептерге байланысты қазіргі таңда Raspberry Pi платасына көшіру бізде мүмкін емес болып тұр. Сол мәселені шешу үшін көптеген стартап сайыстарға қатысып, инвесторларға ұсынған болатынбыз. Алайда сәтсіздеу. Жалпы мырза айтып кеткен функциялар жайлы да идея осы зағип жандармен болған интервьюдің арқасында пайда болған нәрсе. Жалпы біз зағип жандармен көп уақыт өткізіп, біраз нәрсені түсіндік. Және кейде тіпті зағип жандардың әңгімесінен кейін біз мырза екеуміз бірімізге қарап қатты таңғалатынбыз. Ондай жағдайдың соңғысы былай болды. Біз көзілдірігіміздің соңғы версиясын, яғни соңғы жаңартылған түрін зағип жандарға ұсынған кезде олардан біз тағы ұсыныс сұрай бастадық. Сіздерді қандай нәрсе мазалайды, күнделікті өмірде сіздерге не қиындық тудырады деген секілді. Сол кезде зағип жанның біреуі бізге былай жауап берді. Бізге нақты ақпараттармен жұмыс жасау қиын. Мысалы, арнайы мүгедектерге арналған такси қызметі болмағанда, біз қарапайым такси шақыруға мәжбүрміз. Сондай кезде такси келгенін қосымшадағы дыбыспен біліп, сыртқа шықсақ та, таксистің дәл қайда және оның машинасының қандай екенін білмейміз. Өздері бізге келіп сұрайтын шығар деп күтеміз. Сосын біраздан кейін бізге соғат, келшиш, неғып тұрсың деп. Уақыт жоғалтқанына, біздің далаға қарап тұрғанымызға қарап ашуланады. Сосын біз, я слепой дегенде ғана бәрін түсінеді. Осы сәтте біз мырза екеумізде зағип жандарға көмектесуге деген шабыт одан әрмен ашыла түсті. Дәл осындай сәттер біздің жобаға жаңа дем береді деп ойлаймын. Нұрлыбек екеуміз көптеген ізденіс жасап, зерттеу жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Осылайша біздің Dolphy жобамыз республиканың үздік ғылыми жобаларының бірі атанды. Республикалық ғылыми жобалар конкурсын жеңгеннен кейін бізде былайша айтқанда звездный час басталды. Мектепте барлығы келіп құттықтап жатады, мақтап жатады, линейкаларға шығарады, тіпті кіші сыныптармен бірге сабақ өткізгендер де болды. Ал біздің ең таңғалған кезіміз бізді республикалық деңгейдегі телеарналар сұхбатқа шақыра бастады. Сол сәтте өзіміз ойланып қаламыз, сондай үлкен кісілерге, сондай үлкен арналарға біздің жобамыз расымен де қызық па деп. Бастапқыда ондай сұхбаттарға бір күн бұрын дайындалып, барлық туысқандарға, ата-анамызға, достарымызға соғып, бір күн қалмай бұрып, бүкіл киімімізді үтіктеп, тып-тиянақты дайындалып баратын едік. Іште бір қобалжу сезім болатын еді. Кейін сондай сұхбаттарға бара-бара етіміз де үйреніп кетті. Қазірдің өзінде бір қолға түскен жидені кие салып, галстугымызды киіп, жай ғана съемкаға деп шығып кете беретін болыппыз. Жалпы бұл жоба бізге мырза екеумізге талай эмоцияларды сыйлады. Бізде үлкен шабыт берді. Болашаққа қойған мақсаттарымызға жетуге бір мотивация берді деп айтуға болады. Dolphy'ды әрмен қарай дамыту біздің арманымыз. Мақсатымыз да осы Dolphy'ды зағип жандарға ұсынып, одан ой түйіп, жаңа технологияларды осы біздің көзілдірігімізге орнатып, зағип жандардың күнделікті өмірде біреуге тәуелділігінен арылту. Және осы бағытта біз әлі де зағип жандардан ұсыныс салып, жобамызды әрмен қарай дамытуға тырысатын боламыз. Бастапқыда айттық қой, 9-шы сыныптың өзінде білдей Қазақстан темір жолы компаниясын экономикалық дағдарыстан қалай шығарғымыз келгенін. Қазірдің өзінде Нұрлыбек екеуміздің амбициямыз әлі де аспаннан жерге түсер емес. Себебі өз көзілдірігімізді ойдағыдай жетілдірсек, ол біздің ғана елде емес, бүкіл әлемде таралса деп армандаймыз. Жұмыс барысында өткен кеткенді еске алып, жақсылап күліп аламыз да, ары қарай жұмысқа кірісіп кетеміз.
Абай атамыз айтқандай, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, саған ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Біз де дәл солай өз армандарымызды сөндірмейміз әзірге. Қазіргі уақытқа оралатын болсақ, біз биыл мектеп бітіреміз, екеуміз университетке түсуіміз керек. Мырзалы Нью-Йоркқа оқуға түсуді армандайды, ал мен кішкентайымнан ұшқыш болғым келеді. Келесі жылы екеуміз екі тілі университет оқимыз ба, әлде бір универге түсіп, қайтадан президенттікке таласамыз ба, белгісіз. Бірақ басты мақсатымыз Dolfy атты жобамызды тастамай, оны әрмен қарай дамыту. Сөзіміздің соңына қарай айтарымыз, біз Нұрлыбек екеуміз осы оқиғамызбен, бастан кешкенімізбен барша көрермендерге және Қазақстанның жастарына, балаларға айтарымыз, қазіргі таңда елімізде сенің жасыңа, сыныбыңа қарамастан өз идеяларыңды, өз армандарыңды жүзеге асыруға барша мүмкіндіктер және толықтай құқығыңыз бар. Және сіздерге айтарымыз, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Рахмет. Рахмет баршаңызға.